Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Ерасыл Контр KZ арнасы. Бүгін біз сіздерге адамдарды қалай тез әрі оңай жою керек екенін көрсететін боламыз. Біз алдымен жаңа ойынды бастаймыз. Маған негізінен террористерден осы адам ұнайды. Және таңдаймыз. Бізде осы оружиені аламыз. Және де үстімізге сауыттар аламыз. Енді ойынды бастасақ болады. Сіз осыда контрда отыратын жерді көріп тұрған жарсыз, соның қасынан бір адам өлтірген кезде жүрекше шығатын бәріміз байқаймыз. Қазір біз сол жүрекше арқылы адамдарды тез өлтіруді үйренетін боламыз. Біз қазір түсіп аламыз. Кейін жақындаған кезімізде жүрекшен басып қаламыз. Сол кезде барлық жай болады. Сонда біз адамдарды кез келген уақытта ата аламыз. Бірақ бұл көп уақытқа созылмайды. Бар жоғы оларда уақыт тез өтсе, ал бізде уақыт жай өтетін болады. Міне уже біз бірден жеңдік. Яғни мен боттарды азайтып қойдым, өйткені қазір боттар көбейіп кетсе, бізге мешет етеді. Бұда сізде бір адам өлтірсеңіздер болды, пайда болып шыға береді өздері. Осылай кез келген уақытта беймарал атса берсеңіздер болады. Бұл өте пайдалы және біздің кеңестеріміз. Егер сіздерге осы видео ұнайтын болса, лайктарыңызды аямай баса берулеріңізге болады. Және де осы подписаться деген қызыл жазуды басып сырғып тастайық. Сіздермен бірге болған Контр Ерасыл KZ арнасы. Егер де біздің қандай видео түсіргіміз керек қалайтын болсаңыздар, не түсіргіміз келсе, соны түсіре бермейміз. Сіздер не айтасыздар, біз дәл соны жасаймыз. Не болмаса челлендж орындай десе, орындай береміз. Міне мұнда контрларды баса қаламыз. Өте жай болғанда біз бастарынан хедшот беретін боламыз. Мінекей бұның барлығы өте оңай. Дәл осылай атса берсеңіздер болады. Маған осылай атысқан ұнайды. Бұл өте оңай болады. Әлі бізде адамдар бар. Мен көбінесе хаус деген жерде адамдар көп ойнайды, өйткені бұл өте қызық жер. Мінекей ойынды біз және де бастадық. Алдымен жаңа оружиемізді алып аламыз. Қазір шығып кететін боламыз. Яғни біз бұның настройкаларын әлі жөндейтін боламыз. Сіздер не түсір десеңіз, соны түсіре береміз. Кез келген зат, кез келген видео осындай кезде қолданып алуларымыз керек. Яғни бұл контрды және де үстінен басып қоя саламыз, өйткені бізге оңай болу керек. Мәссаған арасында қалып кеттім. Маған бәрі. Ойынның қызып кеткен тұстары. Міне біз тағы да жеңіске жеттік. Ал сонымен достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау.